Петличка ор. Камера, анау сұхбат қойғаным дейді. Қайырлы күн, Темір аудан жастары. Бүгін ауданымыздың бар-бері блогер Айболат Сабыржанның үйіне қонаққа келдік. Айболат. Қош келдіңдер. Қалай? Сабыржан Айболат және Жоламан Ақымбат ауданымыздағы әлеуметтік желіде белсенді отбасы. Екі баланың ата-анасы, бір-біріне серік, қолдаушы әрі шынайы достар. Бүгін біз сіздерді осы үлгілі жұптың өмірімен бір-біріне деген сүйіспеншілігінің құпиясымен таныстырғымыз келеді. Ажырасу деген тренд болып кетті ғой, ана кімдерден ғой ана? Коучтер. Розаны жақсы көремін. Бастайық онда. Мен негізі КВН-нен таныдым. Айтайын ба, айтай қоймын. Ана нені бүйтіп айда салсайшы, ана не жібердің ғой сен маған, осыған ұқсайсың деп. Бұлай өзін лично андай басқаша таныдым да, ал бұлай өзімен лично танысқан кезде ана нені жібердім бұған. Пила деген кинодағы кукла бар емес па? Соны суретін жіберем ғой. Бұны сонда ұқсаттым, білмеймін не екенін. Пиладағы куклаға. Сосын өзіне лақ жібердім, сен ұқсайсың осыған. Бұл ренжіп қалды сосын. Қуасың ба деп, мен танымаймыз ғой біз, сөйлеспейміз бұлмен. Оларды танымайтын адамға андай жіберіп тұр. Қызға мысалы адам сөйтіп жіберем ба? Ол ғой мен танымайтын, по идее мен таныдым ол кезде кәдімгі. Нормально таныдым. Білдім ғой әйелім бар. Бұл сонардан бастап еркін сөйлесіп кеткенсің ғой. Білмеймін ал, мен оны сен айт. Сезім дегенде біздер жаңа кімді құттықтауға бардық, Наурызбек Отарбекұлын құттықтауға бардық туған күніне. Сол кезде басталды ғой, негізі дұрыс сөйлесуіміз, оның алдында жаңағыдай инстаграммен кішкене ұрсысып сөйтіп жүрдік та. Сосын бұл кісі сразу айтты, мен деген ересек адам, кішкентай бала емеспін, дұрыс отношениеде сөйлескім келеді сенімен деп. Сол өте аз сөйлесіп, біз тез үйленген сияқтымыз да, тез үйлендік. Бізде ма? Жетейді бізде дейді, неше түрсәте. Жүрген приключения ғой біздің өмір дейтін бар ғой. Қыз бен жігіт болып жүрген кезде, жаңа ол кезде машина жоқ, бұл ана ортақта тұрады, мен мына тона шетте тұрамын Қызылжарда. Бір күні екеуміз көшеде келатсақ та, түннің бір уақытында осы келатсақ, алдымнан ағам келатыр ғой. Көшеде ешкім жоқ, екеуміз қол ұстасып келатыр, алдымнан туған ағам шықты ғой. Енді мына жаққа оралып кетейін десек те көріп тұр, мында бұрып кетейін десек те көріп тұр. Мә үйге барғаннан кейін жаман қорықтым ғой, ұрсат шығар деп ше. Бірақ ондай ештеңе болған жоқ. Сол менің мықты қорқынышым болды сол кезде. Білмеймін, енді өзіме қызықты оқиға болған. Турцияға барып қадалып қалғанымыз қызықты негізі. Өзімізше жаңағы не болып кәсіп бастаймыз деп. Еще, ё-моё, неде? Аэропортта жесткий ситуация болды. Біз 8 айында ма? Неше ай? 4 ай ма? Жоқ, мен 7 айлық кезімін, аяғым ауыр, Томириске, сол кезде барып тұр. Оказывается, болмайды екен ғой аяғы ауыр кезде ұшуға. Бұның бірінші боласын, андай, іші білінген жоқ та, анақта көп жүрген кезде іші өсіп кетеді екен, сразу ше. Теңіздің жағасында жүрсің, солай болады. Біраз уақыт жүрді анақта, іші сразу өсіп кетті. Аэропортқа кейін қарай қайтайын еткен кезде уже іші нән ғой. Бізге айтады, мына өткізбейді қазір дейді. Енді не істейміз? Қасымыздағы бір нән әйелдің курткасын киіп алады, алдына барсеткілер толтырып алады. Театр ғой андай, типа нән. И бір уақытта еще ресепшнде тұрып, неде регистрацияда тұрып, и адам келді да, уже администратор келді да, сұрап жатыр мынадан. Жаңа екі қабатсың ба, анау деп орысша сөйлеп жатыр, мынау тупить етіп жатыр. Мен ана жерде тұрамын да сразу мынаған қарай жүгірем ғой. Мен күйеуімін жаңа анау. 3 ай деп қояды. Children деп айтып жатыр да, мен ана жерде өтірік түрікше 3 ай деп қоям ғой. Оказывается, 4 айдан жоғары болмайды екен. 3 айда құлаққа түйіп тұрмын, туайын деп жүр ғой, 9 ай ма 8 ай ма болып қалды уже. Ана жерде қарады да,
нормально деп өткізіп жіберді. Уф дедік қой, ана жерде қалып қойын деп мықты тұрып қой. тексеріс болады, өйткені Украина бізге қашып келіп жатты ғой. Сол кезде болды ше. Мен бір ойым андай ғой, имам мына жерде қалдырып қойса дерскі болар еді деп ше. Турцияда туасың, Турцияда туасың деп ше. Бірақ қалтада көк тиын жоқ қой. Қызық болса кез. Рөл деген білмеймін. Енді әрқайсымыздың рөліміз бар ғой, екеуміздің де. Мысалы, бала келгеннен кейін дүниеге шынымен біздің рөліміз белгілі болды да. Қаншалықты келеміз, әке қаншалықты керек, мама қаншалықты керек деген сияқты. Мен білмеймін ондай. Енді әркімнің өзінің рөлі бар ғой, бірақ сондай адамдарды өзім жақтыртпаймын негізі. Мынау сенің рөлің, сен үйту керексің, сен бүйту керексің деген сияқты қалып ше. Бірге қараймыз біз. Мен өзім мысалға істей беремін мен дейтін ше. Мысалға үй жинап адамға көмектесе беремін мысалға ше. Бала қарауға болсын, не болсын, мысалға тамақ пісіру болсын, тамақтың орнын жинап тастау болсын, үлгермей атамай мен көмектесіп тастап жүре беремін. Андайлар бар ғой жаңағыдай. Тамаққа аласпа, анау бір нәрсе өзімше там білмеймін. Ұнамайды маған. Ондай несі жоқ. Баланы мысалы 2 балама бізде екеуміз бөліп алдық. Ол қызы бұның қасында жатады, қызына жауап береді, даже бүкіл киімін больницаға алып бару керек болса, соған алып барады. Садикке тасиып өзі алып келеді, барлығы осы кісінің мойнында. Ал ұлды мен қараймын көбіне. Бірақ негізі бүкіл ауыртпалық осы кісі сияқты. Жұмыстамын ғой мен таңнан кешке дейін. Күшті. Мен өзім жалпы күшті қараймын, білмеймін. Ол менің арманыма қалай қарайтын. Негізі нормально қарайды ғой. Қолдаймыз, конечно. Біз былай отбасы болғанымен әр адам жеке тұлға ғой. Мен мысалы бұл кісінің жаңағы неге барғанын аса қалаған жоқпын, Алматыға барғанын ше. Енді әйел адамға оңай емес қой, ондай жерге шығуы, оны көру ертең деген сияқты. Бірақ енді бұл жеке тұлға, мен оған айта алмаймын ғой, сен барма, бүйтпе, сөйтпе деп. Сондықтан просто қолдаймын енді болды. Бұл кісі мен мысалы қалаған заттарыма вообще не қоймайды, запрет қоймайды. Қиындық деген, біз енді үйленгенімізге 4 жыл болады. 4 жыл болады үйленгенімізге, бірақ мүмкін біреуге аз уақыт болуы мүмкін да, біреуге көп уақыт болуы мүмкін. Бірақ мен ойлаймын, 4 жылда біз кәдімгідей пістік деп та өмірге. Бірақ мен бір риза болатыным, біз вообще ұрысып көрмеппіз екеуміз. Қандай қиындық болса да, бір-бірімізге, мысалы мен қателессем, ол маған айтып көрмепті, осы сенің кесірің, мен саған айттым сол кезде, солай істеме деп. Сен жасамаған кезде, мен тыңдаған кезде ондай нәрсе болмайтын еді деген сияқты. Біз вообще бір-бірімізге олай айтпайды екенбіз. Енді көз тимесін, ондай неден гөрі қолдау мықты деп ойлаймын. Біздің отбасыда именно бір-бірімізді қолдау ең бірінші орында деп ойлаймын. Андай болды да, менде просто үйленгенге дейін көп нәрсемен айналысып көрдім мен дейді. Неше түрлі нәрсені ашағым жауып қалам, ашағым жауып банкрот, анау мынау ше. Оның бәрі енді біраз опытта, әртүрлі нәрсе үйренесің де. Содан кейін уже үйленгеннен кейін де үйленбей тұрып, уже мен әйеліме андай үйрете бастадым да жаңағыдай. Давай бүйтейік, сөйтейік, ананы істейік, мынаны істейік, неше түрлі бизнес туралы кітаптар алып беріп, бір нәрселер істеп. Содан кейін бұнда желаниесі ашылып кетті. Ол да үйленгеннен кейін үйтейік, бүйтейік деп. Сол главный адамның желаниесін ашу болды да, менде желаниесін ашылып кетті. Бүйтем деп ананы ашты, мынаны ашты, әйтеуір істеді. Біраз жерден қадалды, шықты. Оның бәрі мысалы қарап тұрсаң мықты опыт та. Мен вообще кітап оқымайтынмын, бизнес туралы вообще кітап оқымайтынмын. Бұл қыз бен жігіт болып жүрген күннен бастап, каждый қалаға барған сайын кітап әкеліп беретін болды маған. Мен кәсіп туралы ше. Аналарды оқып, мотивация алып, мен отырамын, давай бір нәрсе ашайық деп. Сол енді плюске де шыққан кездеріміз болды, минуске де жаңа шыққан кездеріміз болды. Главное, үлкен тәжірибе деп ойлаймын. Видео түсіру, Инстаграм жүргізу ма? Инстаграм жүргізуді қыз бен жігіт болып жүрген кезде мен айттым бұған, Инстаграм жүргізгенді қалаймын, бірақ мен ұяламын деп. Сосын бұл айтты, неге түсіре бер деп мотивация берді. Ал көбінде ол кезде әлі біздің шұбарда блогер жоқ, Инстаграм әлі дамымаған. Мен бір нәрсе салсам, бастайды, неге үй ішің бір нәрсесін саласың,
неге бүйтесің, өзім мамамды папамды бәрін блокқа салып тастадым, өйткені жаңағыдай қарсы да, неге оның бәрін жұртқа жариялайсың деген сияқты. Содан кейін екеуміз үйленгеннен кейін жұрттарға қызық болды ма білмеймін, адам бәрі қосылды бізге, біздің жаңағы отбасылық өміріміз қызықты болды оларға. Одан кейін ең бірінші сол мықты өтіп кеткен видеомыз, жаңа мен үйленгеннен кейін енді үйлене салмадым ғой, басында жылайтын болдым, күнде папама барам, мамама барам деп үйленгеннен кейін. Соны бұл мені салды, вообще ойлаған жоқ, қандай просмотр болады деп пародия қылып салды да мені. Сол өтіп кетті, содан кейін уже адамдар қосылды ғой. Сол видеодан кейін да. Содан әлі бар. Қай жерде тұр міне? Иә, мен сол видео үшін бірақ көп жұмыс орнымнан да көп жерден жаңа не естідім да, сөз естідім, болмайды ондай, мұғалімсің, саған ондай салуға болмайды деген сияқты. Бірақ сол видео бүкіл пабликтердің бәріне тарап кетті ғой, пабликтер. Даже бізде ондай просмотр болған жоқ, бірақ басқа пабликтерде біздің видеомызда миллион просмотрлар болды ғой. Солай бастадық бәріне. Бұл кісі енді ондай жүргізбейді Инстаграмда. Жоқ, мен қазір де көп жүргізбеймін. Бұл TikTok қой. Мен түсіремін да, салып жіберемін. Болды. Жаңа сторис жүргізу деген қиын мағанша. Бүкіл жағына. Бұл нелік біттім. Енді әлеуметтік желі деген өте мықты не ғой, құрал десек бола ма, қалай? Мысалы, жақсы жағынан да әсер етті, жаман жағынан да әсер етеді. Плюстері де бар, минустары да бар. Енді андай неді? Ауылда ондай көп емес. Ауылда көп түсінбейді жаңағы реклама не дегендерді ше. Қаладан бізге көп шақыртулар келеді. Рекламаға и сотрудничествоға бір нәрселерге ше. Қалада тұрсаң енді возможность көп қой. Әлеуметтік желі енді біздің жаңа қалаға көшуімізге өте үлкен мотивация отыр қазіргі таңда ше. Бұрын мен мысалы Шұбарда айтатынмын, мен Шұбардан кетпеймін деп. Мен Шұбардан кетпеймін, Шұбардың баласына күйеуге шығамын деп айтатынмын да. Шұбардың баласына күйеуге шықтым, бірақ ол кісі енді әлеуметтік желіде менің жаңағы көзқарасымды өзгертті. Мен қазір қалаға қарай кеткім келеді. Осы әлеуметтік желімен дамып қалаға қарай кеткім келеді. Білмеймін, менде енді ондай қиын не. Қандай еді сұрақ? Бәрі нормально сияқты. Осы видео үшін қаншама ақша Иә, айтпақшы. Иә. Оған біраз ақша салып жібердік, ана бірге бір жекпе-жек деген істейміз деп ше. Ма шөп алдық, анау мынау жаңағы поддондары бар. Иә, оның монтажы қаншама уақыт, еще біраз уақыт түсірдік. Қаншама адамды шақырдық. Бірақ ол өтті, ол видео. Жақсы өтті, просмотрлар жақсы болды. Бірақ заңсыз болып кетті ма? Мен сондай болып кетті, короче. РУ-ға шақырып, ана жақта біраз уақыт отырып, РУ-да акимат балдарға звондап жұмысқа шығарамыз деп кипиш болып кетті ама дейтін. Иә, бүкіл настроение құртылды, бірақ дейтін енді бірталай еңбек далаға кетті ғой. Бірақ соны мықты ойлар істегіміз келіп отыр. Жаңағыдай бүкіл документін дайындап беретін адамдар да бар негізі. Заңды жолмен жасайын деп отыр ғой. Иә, енді заңды жолмен жасағым келіп отыр, бірақ білмеймін оған. Спонсор керек пока что. Клиент оқиғасы, бір ретте, короче. Демейді айтпа деді. Бір ретте, короче, андай ситуация болды ғой. Отырым, короче, ішке жазылып қойды бір адам. Мен егедегі адамды алып тастадым да, енді өзім демалып отырым ше, қыстың мезгілі. Бір әйел адам келді да, баласын тастап кетті, үшке жазылған адам екен. Мен балаға айттым да, где-то бір 5-6 оқитын бала ғой, өмірінде Шаштаразға келіп көрмеген. Бірінші рет келіп тұр. Где-то 5-6 оқитын бала ғой. Айттым, ана жаққа кірді шешіне бердім. Өзім жатырмын, ана жақта 3-ші креслода жатырмын. 3-ші креслода ана жақ көрінбейді да маған. Телефон шығып жатырмын. Бір уақытта ананың келетін түрі жоқ. Не істеп жатсың дедім да, барып қарасам, до конца шешін тастаған ғой. Бір дамбалмен отырып, до конца шешін тастаған. Мен не істеп жатсың, басың істейме, кие құрсын. Ана өмірі келіп көрмеген ғой Шаштаразға. Үйде алып та еткен шашын.
шешін деген дагада шешініп тастаған ғой. Мен айтамын, ё-моё, жаман күлкім келіп тұр ғой. иә. Мұғалім ретінде ешқандай көмектеспейді. Әлеуметтік желіге мен аса көп салмаймын, именно жұмысымды, мұғалімдік қызметімді. Бірақ соңғы кезде мен жаңа өзім сыныбыма пранк жасап салдым, сыныбыма көп видео түсіремін. Солар мен түсінгенім ата-аналарға ұнайды екен. Сондықтан сондай нәрселерді ғана салып тұрамын, ал былай мектептегі жұмысымды салмаймын Инстаграмда. Оқушылармен байланысты. Оқушылар жақсы көреді Инстаграмда жүргізген, бәрін қарайды олар. Сосын жаңа өздері келеді, апай осындай тренд түсірейікші, осындай нәрсе түсірейікші деп. Сол ата-аналарыма да, жалпы оқушыларға да ұнайды. Ең күлкілі пранк. Ана күшігін өліп қалды деп айтып, сосын күшігін көрген кезде жылағаны шығар. Вообще мынандай адам, ит мысықты былай жақсы көретін адамды көрген жоқпын мен. Кәдімгідей күшікке олай ренжіп, күшікке олай жылап деген сондай нәрселер болды да. Өзім ит мысыққа жоқпын. Балаларды тәрбиелеуде әке де, ана да екі жақтан тәрбиелеу керек. Балаларды еркін өсіру керек. Олардың жаңағы ойымен, таңдауымен санасу керек. Көбірек сөйлесу керек қой. Жан жақты қылып. Мысалға, көп отбасыларда баламен тек қана шешесі араласады да, мамасы айналысады да, әкелер көп айналыспайды, жұмыс анау деп жүре береді. Үйде шаруа істеп жүрген кезде қасыңа балаңды ертіп алып, мысалға кішкентай болсын, оның әңгіме айтып, хотя бы күніне балаңмен болсын, қызыңмен болсын, күніне 10 минут качественный әңгіме айтсаң, или качественный ойнасаң, кішкентай бала болса мысалға әңгіме айтпайтын, кәдімгі качественно ойнап, ойыншықпен бір нәрсемен қасында отырып көрсетіп, ол мықты әсер етеді балаға. Мен көп айналысам. Ал какой-то сол 10 минутты көп әкелер пайдаланбайды да. Қырсыншы дей салады болды. Ол именно әке жағынан балаға ол мықты керек. Көбірек косякқа көру керек бірге. Көбірек бірге косякқа кірсең, сол кезде сыналасыңдар ғой. Бірге жүру керек, бәрін бірге көру керек. Қандай қателік жасасаңыздар, ешқашан бір-бірлеріңізді кінәламау керексіздер да. Сенің кесірің, мен айттым ғой деген сияқты нәрселер, әңгімелер болмау керек деп ойлаймын. Сол кезде бірге пісесіздер, бірге жеткен жетістік, қашан да ыстық, бірге жеткен отбасы, мен ойлаймын, ешқашан бір-бірінен ажырамайды деп ойлаймын. Ойбай, мен ұялып тұрмын ертең мына көрейін. Сол айтамын.